Salmasınlar. Oturunlar. Balalar bugünkü sabahımız görkemliğinde. Sabahımız başlamay turib, bir-birimizga yaxshi ko'ngil kuy siylaylik, ya? Al, ulug'lar. Ratbek sabahını besliyor bu. Tez. Bukan salam besliyor. Köpekte besliyor. Kadavlat salam besliyor. Köpekte salam besliyor. Salam besliyor. Salam besliyor. Ne mi? Bu kızlar. Rahmet. Sabahını besliyor. Arkadaşlar konuşacak. Annem bir başa sokuyor. Balda, mınау сендермен мынай сабағымыз ұл-қыз болып бөлінбеген соң, өзіміз екі топқа бөлінеміз. Ұл және қыздар тобы болып. Қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек тапсырма болады. Ал біздің өткен сабағымыздың тақырыбы қандай еді? Пирография өнерімен танысу. Иә, пирография өнерімен танысу. Пирография өнері деп нені айтамыз екен? Құрметті оқушылар, өткен тақырыбымыз пирография өнері бойынша пысықтау сұрақтары тұр. Соған жауап береміз. Кім жауап береді? Пирография дегеніміз ағашты сәндеп әрлеудің бір түрі. Пирография ағашты инемен салу деген сөз. Пирография сөзі қай тілден шыққан? Қай тілден? Грек тілінен. Грек тілінен нені білдіреді? Отпен сурет салу. Жақсы, бәрекелді, жарайсың. Ал екінші сұраққа, күйдірудің неше түрі бар? Әлбек Сұлтан. Күйдірудің бірнеше түрі бар. Пиротипия, пирография, ыстық құммен күйдіру, қышқылмен күйдіру. Ыстық шегемен күйдіру, және арнайы аппаратпен күйдіру түрлері бар. Жарайсың, жақсы. Үй жағдайында немесе шеберханада электр күш қолдан жасасақ бола ма? Қалай жасаймыз? Кім біледі? Егер де ғаламторда көрген болсаңдар, кім айта алады? Оны ағаштар. Иә, Ұлжыз айтады. Неден өткенде айтылған еді? Тоққа. Айтшы, Нұрислам. Тоққа инені тығып, оған ағашпен сурет салады. Иә. Оны қыздырамыз. Қыздыру несі арқылы. Ал қандай ағаштарды күйдірсек, сапалы сурет шығады? Кім айта алады? Ұлжыз. Қайын, көктерек, терек, және де жөке ағаштарымен. Бәрекелді отыр. Ағашты күйдірмей тұрып қалай дайындаймыз? Кім айтады? Сызып аламыз, ең алдымен сызып аламыз. Сызып аламыз, сурет саламыз, содан күйдіруге кірісеміз. Дұрыс. Ал енді сол жұмысқа кіріспей тұрып, қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Сол қауіпсіздік ережесін кім айтады? Алихан. Электро құралмен жұмыс дегенде, электро құралдың ыстығына қалмау бар. Ыстығы қажет. Және де күйіп қалмау керек. Иә. Сосын мұны электр құралыны деп, осыны егерді біз тығып қалдырып кетсек бола ма? Электр көзіне. Не үшін? Өйткені ол Қызып атылуы мүмкін. Қызып, өрт шығу мүмкін ба? Иә, дұрыс, отыр. Бәрекелді, жарайсың. Үйде қандай көйлектеріңді әшекейледіңдер? Егер қалай әшекейлейтін едіңдер сендер? Қайсың айтыңыздар? Ең алдымен сол кредитті сызбасын сызып алып,
Dürüst, barakallah. Егер, ya, мен өз футболкама ине мен жіпті пайдалану арқылы бейстердегі моншақтарды пайдаланып, моншақ секілді футболкада тұратын моншағын жасадым. Aşıgeliğin ya, dürüst, barakallah. Отырыңдар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз көркемдеп күйдірудің тәсілдері мен техникалары. Оның мақсаты күйдірудің бірнеше әдіс тәсілдерін білу, күйдіргіш аспаптармен жұмыс жасай білу, және сол аспаптармен қауіпсіздік ережесінің нақты керектігі екенін сендер сезіне отырып, жұмысты орындай білу. Және күйдірілген заттарды сендер олардың түрлерін ажырата білулеріңе бүгінгі тақырып соған бағытталған. Күйдіру арқылы контурлық және силуеттік сәндік болып үш түрге бөлінеді. Оны кітаптарында көрсеңдер, бірінші контурлықта бақаның суреті тұр. Оқушылар, мына суреттерге қарап, біз күйдіру жұмыстарын ажырата білуіміз керек. Мынау бізге көркемдеп сәндік түрі күйдірудің. Ары қарай. Ал мынау контурлық күйдіру, бірақ бұл жерде түске боялған түрі. Мынау егерде жұмыс алдында біз зімпара қағазбен фанердің, ағаштың бетін бәрін дайындап аламыз. Ол дайындалу сәтін көрсетілген. Ары қарай. Міне контурлық қалай түсетінін көрсетілген. Бақаның жаңағы түсі және мына контурлық түрі. Контурлық тәсіл ары қарай. Оқушылар, мынау сендерге дейінгі бізден бұрынғы оқушылардың жұмыстары. Мысалы, мынау Астанадағы Ақ мешіттің фанера бетіне күйдіріп түсірілген түсі. Ал енді дайындаудан алдын әрбір жұмыстың суретін салып аламыз. Суреттің мына көріп жатсыңдар, барлығы көркемдеп күйдірілген. Көркемдеп күйдірудің өткенде лазердік аппаратпен жұмыс жасаудың қандай тәсілдерін білеміз деген кезде, ең жақсы өте компьютерге команда береміз, компьютер өз барлық жұмысты орындайды. Түсін де салады, жазуын да жазады, және оятын жердің барлығын ояды. Міне оюлардың түсірілген, ойылған, лазерлік аппаратпен ойылғаны. Көрдіңдер ма? Ешқандай несі жоқ, ақауы жоқ. Экранға қараймыз. Көркемдеп күйдірудің тәсілдері мен техникалары. Мынау әрбір жұмыстың өзінің қиыншылығы бар, я? Мынандай жол бар, бұл да ағашқа күйдіріп түсірілген. Егер де қара түс фонда ақ беретін болса, онда силуеттік болады. Міне мынау силуеттік күйдірудің түрі. Көркемдеп күйдіру. Мынау силуеттік түрі. Контурлық күйдіру. Көркемдеп күйдіру. Мынау силуеттік күйдіру. Қара түс, тек қана қара түске беру. Мынау силуеттіктің екінші түрі. Мынау да силуеттік күйдіру. Көркемдеп күйдіру. Бұны қалай ажырата аламыз? Мынау силуеттік күйдіру.
көркемдеп күйдіру. Мынау силуетті күйдіру. Қараңдар, әрбір нәрсенің өзінің қара түспен бергенде қалған жағы ақшыл болып тұрады. Тегіс қара болса, ол силует болады. Қараңдар. Екі түрі бар силуеттің. Қара күйдірген кезде барлық жер қара болады. Ал екіншісі фоны қара, қасқырдың түсі ақшыл түспен берілген. Бұл силуеттің екінші түрі, бұл негативтік тәсілі, қара түспен берген. Мынау тікелей тәсіл, яғни ортада объективті тәсілі. Екі тәсілі бар силуеттің. Түсінікті ғой. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келіп, сендерге сабақ барысында не қиын жағдай болды? Өздерің жазып, немесе не бүгін мен білдім? Және мен не екенін түсіндім? Қандай жағдайда сабағымыздың барысын түсінген туралы жазып, маған тапсырыңдар. Қыздарымыздың жұмысын тексерейік. Қандай әшекей көйлектер, немесе көйлекке қандай әшекей жасаған болар еді? Көйлектердің эскиздерін көрсетіп беріңдер қыздар. Қана, міне қызымыздың эскиз көйлегі. Міне қандай әдем көйлектердің эскиздері. Бәрекелді қыздар, сендерден жақсы бір дизайнер қыздар шығады деген ойдамыз. Бәрекелді, жарайсыңдар. Қыздардың жұмысын қорытындылайық. Ағашқа күйдірілген алдым, қағаздарға суреттер түсірген боласыңдар. Суреттерін көрсеңдер, қандай сурет түсірген болар едіңдер. Бәрекелді, жарайсыңдар. Міне Төле би, Нұрислам, Ердәулет, Ратбек, Бексұлтан, Ұлжызы, Нұрислам. Бәрекелді, жарайсыңдар. Барлықтарының жұмыстарын өте жақсы. Суреттерді көрсетеміз. Бұл әрқайсының суреттерінің нобайы. Осы нобайды ағаш бетіне түсіреміз. Содан күйдіріледі ол. Күйдіру аппаратымен күйдіреміз. Келесі сабақта күйдіру жұмыстарын істейміз. Ал келесі сабаққа дейін аман сау болыңдар. Өздерің түсіндіргендеріңді рефлексия бойынша маған жазып тапсырыңдар. Не қиын болған, немесе түсіндім, жақсы түсінгендеріңді.